өр өлкенің өз дидары өз жұмысын жалғастырады. Көрермен, ассалаумағалейкум. Елге қызмет хабары эфирде. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы халықтың діни сауаттылығын арттыру басты міндет деп аталады. Студия қонағы Маңғыстау облысы дін істері басқармасы бөлім басшысы Нұров Әсет Сансызбайұлы. Әсет, қош көрдік. Енді сұрақ бізден болсын, жауап сізден болсын. Бастайық енді. Алғашқы сұрақты былай қойғым келіп отыр. Жалпы енді дін тақырыбы ол өте бір нәзік тақырып. Екінің бірі түсіне бермейтін, былайша айтқанда. Десе де енді осы бағытты идеологияны бір жолға қою үшін арнайы жаңағы әкімдіктердің жанынан, сонымен қатар дін істері жөніндегі комитет бар, министрліктің жанынан деген сияқты бірнеше институттар жұмыс жасап жатыр. Енді Маңғыстау облысы дін істері басқармасының мемлекеттік көрсететін қызметтері туралы айтып берсеңіз, бірінші сұрақты осылай бастайық, содан кейінгі басқа сұрақтарға көшеміз. Рахмет. Маңғыстау облысында осы дін саласын реттейтін арнайы мекеме, жалғыз мекеме дін істері басқармасы. Ол әкімдіктің жанында арнайы басқарма. Дін істері басқармасы енді оның бағыты көп. Біздер бірінші кезекте деструктивті діни ағымдардан зардап шеккен адамдармен жұмыс жасаймыз. Яғни оңалту, психологиялық жұмыстар, кеңестер, құқықтық кеңестер, басқа да кеңестер. Зардап шеккендер. Одан кейін интернет кеңістігіндегі діни контенттермен қарсы насихат жұмыстармен айналысамыз. Халық деструктивті діни ағым ықпалына еніп кетпеу үшін біз интернет кеңістігінде жұмыстар жасаймыз. Одан кейін халыққа ақпараттық түсіндіру жұмыстары. Біздің арнайы мамандарымыз елге мектеп аралап, колледж аралап, басқа жерлер мекеме аралап, ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізеді. Дінді қалай қабылдау керек, қалай түсіну керек, қалай ажырату керек. Осы нәрселермен айналысамыз. Одан бөлек, жаңа сіз сұрап отқаныңыз, халыққа мемлекеттік қызмет көрсетеміз. 4 қызмет көрсетеміз. Бірінші, миссионерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтарды тіркейміз. Яғни кез келген адам діни уағыз айта алмайды. Ол православтың атынан болсын, ислам дінінің атынан болсын, уағыз айта алмайды. Уағыз айту үшін ол миссионер болып тіркелу керек. Яғни кез келген адам миссионер де бола алмайды. Ол белгілі бір діни бірлестіктің, мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының немесе православ дінінің сенімді өкілі болу керек. Оларға миссионерлік қызмет көрсетеді, халықтың арасында солардың атынан уағыз айтады. Солар тіркейміз. Екінші, діни әдебиет сататын азаматтар бар, кәсіпкерлер бар. Соларға діни кітапты бұл жерден сатуға болады, бұл жерден болмайды деп рұқсат береміз. Үшінші, мешіт салуға рұқсат береміз. Қай жерде салыну керек, қай жерде салыну қажет жоқ деген сияқты біз реттеуші және рұқсат беруші органбыз. Төртінші қызмет, кез келген тұрған ғимаратты мешітке өзгерту үшін адамдар өтініш береді. Біз сол өтінішті қарап, мешітке өзгерту керек, керек емес, соның бәрін жұмыс жасаймыз. Заңдылықтарын тексереміз. Заңдылықтарын тексереміз, одан кейін әртүрлі сұрақтар бар. Барлық қызметті ЕГОВ арқылы алуға болады. Азаматтар үйде отырып ЕГОВпен өтініш бере алады. Миссионерлік қызметтен діни кітапты сату үшін соңға барып, және біздің акиматқа келіп, басқармаға келіп тапсыруына болады. Осындай қызметтер жүзеге асырамыз. Енді әрқайсысына қысқаша тоқталатын болсам, жаңа айттым, миссионерлік қызметті кез келген адам айналыса алмайды. Оның арнайы діни білім бар, діни бірлестіктің сенімді өкілдері айналысады. Қазіргі таңда миссионерлер біздің өңірде шетелден келген миссионерлер бар. Ол протестанттық, православтық діни бірлестіктер келген. Одан кейін барлық сол 6 миссионер жұмыс жасап жатыр. Бұл енді көп жалпы халыққа халық ала бермейтін қызмет, тек қана діни бірлестіктер керек. Ал діни әдебиет. Көп адамдар діни әдебиетті көп білмегендіктен бұлай сатып жатыр. Біздер әр ай сайын, даже апта сайын интернетте, OLX-те, инстаграмдарда мониторинг жасаймыз. Сол кезде үйіңізде, мысалы сіздің үйіңізде бұрын бір ақсақалдардан қалған бір құран бар. Соны фотоға түсіріп OLX-те салып қояды. Ол деген білместік қой. Оған айыппұлдың көлемі 50 МРП. 175 мың теңге. Осыны білмейді. Біз телефон соғамыз, діни кітапты сатуға болмайды деп түсіндіреміз. Алдын ала түсіндіреміз. Себебі бірден оны шара қолдануға біліп отырмыз, оны білместіктен болған. Азаматтар шок болып жатады. Айыппұлдың көлемін естіген кезде. Осындай кітаптарды тек қана рұқсат етілген орындарда ғана сатылады. Осыған біз рұқсат береміз.
Ақтау қаласында қазір бір 10 шақты орын жерде рұқсат етілген. Содан кейін заң бойынша мешіттерде ғана кітаптар сатылады, таратылады. Басқа ешбір адам діни кітап сатуға болмайды, сатуға, таратуға болмайды, ешқандай. Тек өздеріне керегін сатып алып оқисыз, салып қоясыз, болған. Біреуге таратуыңызға болмайды. Ол заңсыз. Біреу адамдар айтады, мен тек қана Құран сатамын дейді. Басқа кітап емес, тек Құран өзінің әдемі қорабында қазір сыйлық қылып ұйымдастырылады. Оның өзі де заңсыз. Осыны адамдар заңсыз екен деп түсінбейді. Көбіне түсіндіру жұмысын біз көбірек түсіндіру жұмысын жасап жатырмыз. Үшінші, жаңағы мешітке рұқсат беру. Рұқсатсыз салу, ол да айыппұл төлейді. Оған да жеке тұлғаға 50 МРП, 50 айлық есептік көрсеткіш, о да 175 мың теңге. Біз алдын ала рұқсат береміз орынға, сосын барып мешіт құрылысы басталу керек. Төртінші қызмет, жаңағы мешіт кез келген ғимаратты мешітке өзгерту деген, оған да дәл сондай айыппұл бар. Егер рұқсатсыз осының бәрі талапқа сай емес жасалса, сіз рұқсатсыз жасалса, осындай айыппұлдары бар. Миссионерлік қызметті жүзеге асырған азаматтар, яғни кез келген жерде сіз уағыз айтсаңыз жұртқа, көпшіліктің алдында тұрып діни уағыз айтсаңыз, ол 100 айлық есептік көрсеткіш, 345 мыңдай теңге айыппұл бар. Бұл да заңсыз. Уағызды тек қана діни маман айту керек. Мешіттің қызметкері айту керек, және мешіттің ішінде айтылу керек. Болғаны. Басқа ешбір жерде діни уағыз айтылу болмайды. Барлық діни бірлестікке қатысты. Біз тек қана ислам діни бірлестігіне қатысты, басқа деп жатырмын. Бүткіл мына Ақтау қаласында, Маңғыстауда тіркелген 11 христиандық, 45 исламдық діни бірлестіктердің бәріне қатысты. Ешкім жаңағы кез келген жерде уағыз, діни рәсім, діни жаңағы үгіт насихатын жүргізе алмайды. Жүргізген жағдайда жаңағыдай миссионерлік қызметті тіркеусіз жүргізді деген нарушениемен, құқық бұзушылықпен айыппұл салынады 300 мыңдай аса. Енді менде мынандай жалпы статистикаға көз жүгіртейікші, жалпы өткен жылы қанша адам осындай өтінішпен келді, мәселен мешіт ашамын деп келушілердің саны қалай болды, қаншасына сіздер рұқсат бердіңіздер, қаншасына рұқсат бермедіңіздер, миссионері бар, тағысын жаңа діни кітаптарды айттыңыз, сол статистикаға көз жүгіртейікші. Өткен жылы барлығы бір 20-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық жасалды. Оның ішінде көбі интернет арқылы діни мәлімет таратқандар. Діни кітап бір 3 азаматқа толтырылды, айыппұл салынды. Бұлар діни кітапты заңсыз таратқан, сатқан азаматтар. Ал көбі, оннан аса, ол интернет арқылы, Инстаграм арқылы, ВКонтакте арқылы діни жаңағындай материал таратқандар, олар айыппұл салынды. Бұл интернет арқылы да діни уағыз тарату, бұл әкімшілік құқық бұзушылықтың кодексінің 453 бабы бойынша айыппұл салынады. Мысалы, көп адам білмейді. Қазір енді оразаның кезі, енді ислам дін ұстанушылар үшін қасиетті, онда кәдімгі көп азаматтардың білместігінен ашық түрде діни уағыздарды айтылып жатқан кездеседі. Діни уағыздар даже WhatsApp-пен аудиомен жіберсеңіз біреуге де, ол да тоже құқық бұзушылық болып есептеледі. Діни уағызды тыңдағысы келген азаматтар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы заңды тіркелген. Солардың инстаграмына кіріп, солардың парақшаларына кіріп, YouTube каналдарына кіріп, немесе мешітке барып уағызды тыңдау керек. Осындай құқық бұзушылықтар көбі интернет арқылы жүріп жатыр. Біздер бұларға да жаңағы SMS хабарламалар арқылы мына уағызыңыз таратуыңызға болмайды, бұны алып тастаңыз, бұндай жаңа нарушение, құқық бұзушылық екенін түсіндіріп жатырмыз. Енді менде мына жерде мынандай сұрақ туындап тұр. Айтыңызшы, мысалға, заңды білмеу ол адамды жауапкершіліктен босатпайды. Солай ғой. Сондықтан бұл заңды білмедім мен деп жауапкершіліктен құтылып кетуі мүмкін емес. Иә, бір жолы ескерту жасауы мүмкін, бірақ екінші рет не әкімшілік, не қылмыстық іс қозғауы мүмкін. Солай ғой. Бұл жерде мынандай сұрақ енді. Осы мына мен білмедім, осындай бір тұстарын түсінбедім деген сияқты соларды түсіндіру жұмыстарымен бірінші кезекте ол енді түсінікті жағдай имамдар, содан кейін теологтар болу керек. Жалпы бізде Қазақстанда теолог аз, жоқтың қасы санаулы деп
бұрындары сондай бір ақпарат тарап жүретін. Қазір қалай өзі осы теолог мамандары бар ма? Дәл қазір теолог жеткілікті бізде. Біз өзіміздің есептейтін өзіміздің атымыз бар, тәртібіміз бар. Теолог мамандар дәл қазір жеткілікті, бірақ жартысынан көбі жергілікті емес. Яғни оңтүстіктен, шығыстан келіп, Маңғыстауға келіп жұмыс жасап жүрген теологтар. Маңғыстаудың жергілікті мамандары аз. Өкінішке орай көптеген адамдар балдарын діни білім алуға көп ере бермейді. Санаулы ғана азаматтар. Қазіргі таңда 92 бала Нұр Мұбаракта білім алып жатыр. Оны біз күтіп отырмыз. Биыл келесі жыл сайын 10-ға жуық мамандар келеді деп үміттеніп отырмыз. Енді Нұр Мұбаракта бітірген адамдардың көбі де барлығы бірдей келіп теолог болып кетпейді. Бір басқа саудамен кетеді, басқамен кетеді. Өзінің таңдауы бар. Иә, таңдауы бар. Сондықтан дәл қазір жеткілікті, бірақ бәрібір уақыт өте оның қажеттілігі күн тәртібінен тұрады. Себебі қажет деп есептейміз. Себебі бір күн болмаса бір күні мына қазіргі теологтарымыз ауылына кетуі мүмкін, өзінің отбасына оралуы мүмкін. Сондай кезде орын басатын мамандар қажет. Ал тапшы емес қазір. Бірақ артық болған бізге жақсы. Түсінікті. Енді мына мемлекеттік көрсететін қызметтерге арыз шағымдар қаншалықты жиі түсіп отырады? Мәселен, сіздерге келіп, сіздер турасында оларға рұқсат бермей қоясыздар. Сосын олар сіздердің үстеріңізден прокуратураға шағымдауы мүмкін, басқа да органдарға шағымдауы мүмкін. Бізде шағым жоқ. Білмеймін басқа органдарда. Бізде шағым жоқ. Себебі біздің мемлекеттік қызмет ол кішкене адамдар көп түспейді. Мысалы, жылдың басынан бері 3 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Былтырғы жылы 14 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Демек, бір айына бір қызмет көрсетіледі, бірақ адамдар өзі келіп бірінші алдын сұрайды. Біз түсіндіреміз, заң бойынша түсіндіреміз. Түсінгеннен кейін, егер өтініш жіберсе, біз оның бас тартуды кәдімгі заңды түрде бас тартамыз. Ешқандай ешкімге күмән, ешкімде ешқандай реніш, арыз шағым түскен емес осы күнге дейін. Енді мына намазханаға қатысты бір болады бір түрлі форумдарда талқыланып жатады. Мәселен, сол жетпейді, мысалы, әуежайда жоқ, тағы бір жерлерде жоқ деген сияқты. Соны бір ниетті адамдар саны қалай? Келеді, оның тәртібі қалай? Оны келді, мысалы, тек қана арыз жазды, барып аша бере ме? Былтырғы күнге дейін намазхананы біз рұқсат беретін едік. Қазір ондай емес. Көп уақыт болған жоқ, 5-6 айдың көлемінде болған шығар, намазханаға қазір рұқсат керек емес, қажеттілік жоқ. Яғни мысалға, намазхананы қазіргі заң талабына сәйкес тек қана мешіт ашылады. Болды. Демек, сізде мысалы дүкен бар, немесе сізде бір үлкен офис бар, соның ішіне намазхана ашқыңыз келеді, сіз бірінші бізге емес, бірінші мешітке барасыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бізге өтініш жазады. Сіз жаза алмайсыз жеке тұлға. Яғни, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы айтады, осындай орында біз намазхана ашайын деп едік дейді. Яғни сізге қажет болса, мешіт ашып беру керек сізге. Олар бізге тек хабарлама жібереді. Осындай орыннан біз намазхана ашылды деген. Бәрібір де ол намазхана талабы бар. Ол мектептің жанында болмау керек, балабақшаның жанында болмау керек, осы оқу орындарының жанында жақын болмау керек, 300 метр қашықтықта орналасу керек. Сондай хабарлама жібергеннен кейін біз тексереміз. Оның талапқа сәйкес па, сәйкес емес па? Сәйкес болса, онда жақсы. Заң бойынша кез келген асханада, кафелерде рұқсатсыз діни рәсім жасала береді. Қазіргі кезде ауызашардың кезі, ауызашарға барлығы жиналғанда діни рәсімді жасағысы келеді. Проблема жоқ. Асхананың ішінде бір бұрышта немесе ыңғайлы жасалған орындарда өздерінің намаздарын оқи береді. Кеше бір случай болды, осы Ақтау қаласында, Приозерныйда асханаға ауызашар ұйымдастырылған, бірақ сыртқа шығып, қоғамдық орында жамағат болып намаз оққан. Бұл уже құқық бұзушылық болып есептеледі. Қазір бұның ісі мән-жайы қаралып жатыр, бірақ бұндай құқық бұзушылыққа бармау керек. Бәрібір де кез келген адамның намаз оқуына ешкім шектеу қойылмайды, құқығы бар азаматтардың, бірақ белгіленбеген жерде намаз оқылуға болмайды. Демек, асханаға бардыңыз ба, ас ішіп болдыңыз, ауыз ашып болдыңыз, намаздың уақытында бұрышқа барып
рұқсатпен, ғимараттың иесінің рұқсатымен оқи берсеңіз ешқандай мәселе жоқ. Содан кейін мешітте оқылады, сосын арнайы жаңа ашылған намазханаларда оқылады. Бізде намазхана аз ашылған, аэропортта ашылды, жақында Жаңаөзен Ақтау қаласының орта жолында ашылды. Онда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ашады. Сосын Қарағия ауданында бар намазхана. Одан кейін жақында ашылған базар бар, Хазар базар деген. Сол жерден намазхана ашылды. Оның бәрін ашылғандығын бізге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ғана хабарлайды. Жеке тұлғалар аша алмайды. Енді мына мешіт Алланың үйі деген сөз бар, мысалы, жалпы мешіт салуды мақсат тұтқан адам өзінің алғашқы қадамын қалай және неден бастаған жөн? Енді біз халыққа түсіндіріп жатырмыз. Мәселен, қалталы азаматтар көп, ол халыққа бір мешіт ашқысы келеді, салғысы келеді, қалтам көтереді дейді, мысалы, халықтың өтініші дейді, бір кішкентай ауыл, мысалы, шағын, немесе бір облыс орталығына ашқысы келеді дейді. Сол кезде ол бір кедергілер жоқ па? Мешіт ашылған болады, бірақ дін істері басқармасы біздер арнайы органбыз, мониторинг жасап отырмыз. Қай жерге мешіт қажет? Бірінші соны есепте болу керек. Бетауыл жоқ, кәдімгі негізсіз мешіт ашыла берудің оның пайдасы жоқ. Білесіз, қазіргі таңда 4 мешіт Маңғыстау облысында бітпей жатыр құрылыс. Біз азаматтарға айтамыз, мешіт салғыңыз келе ме? Бітпей жатқан мешітке барыңыз, соны бітіріңіз. Бұл да сауаптысыз. Ал бір ауылда мешіт бар, ол арғы көшеден мешіт салғысы келеді. Оның қажеттілігіне, ертеңгі күні оның коммуналдық мәселелері бар. Діни мамандар, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имам таба алмайды. Бейнеу ауданының Сарға, Тұрыш деген ауылдарына имам бармайды. Сондай бір кішігірім ауылдарда, немесе жақын жерде мешіт тұр, екінші келесі көшеден мешіттің ашудың қандай смысл? Біз осындай нәрселерге түсіністікпен қараң деп айтып жатырмыз. Мешіт салуға негізі ешкім қарсы емес. Әрине, мұсылман көп Маңғыстауда, жалпы Қазақстанда көп, халықтың көп мұсылмандар, ислам дінін ұстанатындар. Но біздер шамамыз келгенше мешіт жоқ ауылға мешіт салыңыз. Дұрыс, ол ислам дінін ұстанушылар үшін қажет болса мешіт салыңыз. Бірақ мешіт бар жерге мешіт салудың қажеттілігі қанша деп біз адамдар сұрап жатырмыз. Одан да сіз мысалы ауылдық жерде медпункт салып беріңіз, балабақша салыңыз, қаражатыңыз бар ма, спорт, жастарға спорт, ол да бір сауапты іс. Осыған кішкене азаматтарға түсіністікпен қарауға біз тырысып жатырмыз, осыны түсіндіріп жатырмыз. Ал мешіт жоқ ауылдарға онда ешқандай проблема жоқ. Сол ауылдың халқы жиналады әкімдікке. Мешіт қажет па, қажет деп шешім шығарады, хаттамаға қол қояды, хаттама шығарылады. Болды, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына әкеледі, олар бізге бір өтінішпен береді, біз облыс әкімінің қаулысымен оларға рұқсат береміз. Мешіт ашудың ешқандай мәселе жоқ. Үш ақ құжат өзі әкелетін. Бірақ халыққа түсіндіріп отырмыз, қараңыздар, қажет па, ол жерге қажет емес па? Осыны бізде мониторинг жасаймыз. Қазір 4 мешіт бар, бітпей жатыр. 7 мешіт бітіп, құрылысы аяқталып тұр. Енді оның ішіне маман керек, оның ішіне жаңағы басқа да коммуналдық жағдайлар айналысу керек. Діни бірлестірме байланыс және терроризмге қарсы насихат жұмыстарын ұйымдастыру туралы айтарыңыз бар ма? Бұл да бір енді өзекті тақырып қой енді. Интернет кеңістігіндегі жұмыстарымыз біздің барлығы терроризмге қарсы жұмыстар. Яғни адамдар теріс дін ұстанатын болса, бұл халық үшін емес, мемлекет үшін де қауіпті. Одан кейін азаматтар өте андай радикалды настроениеде жүрген азаматтардың парақшасына тіркеледі. Олардың айтқан, эмоциональный айтқан уағыздарын тыңдайды. Олар шетелде де отыр ма, Қазақстанда отыр ма бәрібір. Осыларды тыңдаған адамдар, олар өздерде сондай көңілде, сондай радикалды болып уже бейімделу кетуі мүмкін. Осының алдын алу үшін біздер әртүрлі видеороликтер, түсіндіру ақпараттар, теологтардың жаңағы мәліметтерін, басқа да осы видео материалдар арқылы оларға алдын алу жұмысын жасаймыз. Бұл біздің ең өзекті мәселе отыр. Қазіргі таңда деструктив діни ағымның жетегінде кеткен азаматтардың көп бөлігі интернет арқылы білім алғандар. Мешітке аяғымен келіп, имамнан білім алып, радикалды болып кеткен адамдар өте аз, тіпті жоқтың аз.
адамдардың бәрі мына Сирияға кетіп қалғандардың да, мына теріс діни ағымда жүрген азаматтардың бәрі интернет арқылы, ВКонтактедегі видеолар арқылы, шетелдегі діни ғалымдар арқылы солардан алған білімдердің нәтижесінде радикалданып, немесе теріс бағытқа қарай кетіп жатыр. Сондықтан бұл өте өзекті. Біз интернетпен әлі де жұмыс жасаймыз. Біз оның ішінде күнделікті мониторинг жұмыс жасаймыз. Кім қайда тіркеліп жатыр, кім кімнің уағызын тыңдап жатыр. Біз бәрін алдын алу, анықтау жұмыстарын жүргіземіз, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Дәл қазіргі уақытта, мәселен, қазіргі кезеңде Маңғыстау облысында діни ахуал тұрақты деп айта аламыз ба? Айта аламыз, тұрақты. Енді жаңағы жалпы Қазақстан бойынша діни ахуал тұрақты. Енді мына әлемнің жаңа сіз айтып отырсыз ғой, қай түкпірін алмас, мысалы сөзге еріп кететіні бар, алданып қалатындары бар, шетел асып кетіп жатқандары бар. Соларды елге қайтару, баяғы қалпына келтіру, яғни қайта сол қой терісі жамылған қасқырлардың соңынан еріп кетпеу деген сияқты осы радикалды ұйымдардың қозғалысына балта шабатын мысалы бірден бір операция, ол Жусан операциясын білеміз, ел біледі, айтылды. Біраз біздің отандасымыз елге оралды, түсінді, яғни олар сол Сирия болсын, басқа болсын, қай бір ата бабасын жоғалтып іздеп барып жүр деген сияқты. Сол енді мына интернеттің енді ықпалы ғой, жаңа айтып отырған. Интернет енді көп адамды шыны керек ажалға итеріп жатқан жағдайлар бар, әсіресе мына діни радикализм бағытында. Енді қазір енді интернет қолжетімді кім-кімге де. Енді мына интернетке жалпы тыйым салу керек дегенде ұсыныстар түсіп жатыр, мүлдем болмау керек. Бірақ енді ағым заманның дамуымен бірге біз енді интернетсіз тағы да болмайды ғой, себебі ақпарат алмасып отырмыз. Енді осы түсіндіру жұмыстарының нәтижесі бар ма енді? Мысалға соны түсініп келіп, я мен қателестім деп өзінің қателігін мойындап жүрген, былайша айтқанда бір дөңгелек үстелдер, конференциялар, жиындар, осы мәселелер айтыла ма? Осы біздің әсіресе маңғыстаулықтардың ішінде бар ма сондай жағдайлар орын тіркелген? Мен оны былай мысалмен айтайын. Мысалы, біздер қазір былтырдан, осы 2 жылдан бері ВКонтактеде көп жұмыс жасадық. Себебі ВКонтакте ешқандай видеоны бұғаттамайды, ешқандай доступ өте кең. Қандай видео қарағыңыз келеді, қарай бересіз. Діни кім қалай айтып жатыр, уағызды қалай айтып жатыр, ешқандай контроль жоқ. Сондықтан ВКонтактеде қазір көбіне оқушылар, студенттер, жасөспірімдердің кіргеннен кейін, осы 2 жылдан бері осы жақта жұмыс жасаймыз. Қазір осы былтыр біздер шамамен айтайын 4000-ға жуық маңғыстаулық парақшаларды радикал топтардан шығардық. Бұлар біздерден SMS хабарлама жібереміз. Сіз мынандай группаның ішінде отырсыз. Бұл өте қауіпті. Бұл топтың ішіндегі барлық уағыздар радикалды, бұл деструктивті діни ағымдардың уағыздары деп түсіндіріп, топтан шығың деп айтамыз. Сол былтыр біздер 5000-ға жақын шамасы азаматтар шығардық. Бұл бірінші кварталда, осы жылдың 1-ші тоқсанында 1000-нан аса азаматтар ВКонтактеде топтардан шықты. Біз қазір ойлаймыз, ВКонтактеде әлде де адамдар жоқ шығар деп ойлаймыз. Бірақ арнайы адамдар бір-бірімен байланыспаса да, видео көру үшін тіркеліп, әлі соны пайдаланып жүрген азаматтар көп. Сондықтан ВКонтакте солай. Инстаграмда да сол. Инстаграмда қазіргі таңда шамамен 1800 маңғыстаулық парақша Инстаграмда радикалды діни топтарда жүр. Тіркелген. Біздер бәрін айтып жатырмыз, отписка жасаңдар. Бұл өте қауіпті. Олар бетін бері қайтарады. Бұл енді құқық бұзушылық емес. Сіздің де құқыңыз бар. Кімге подписать еткіңіз келеді Инстаграмда. Бірақ сіз білмейсіз ол адам қандай екен. Біз біліп айтып беріп тұрмыз. Бұл адамыз шығар ғой. Бұл енді ол да бір құрал ғой, өзінің былайша айтқанда торына түсірудің бірден бір құралы. Бірақ біз енді осы уақытқа дейін мысалы Инстаграмда азғантай, енді Инстаграмда өте кішкене қиындау. Шамамен 300-ге жуық болу керек, адамдарды отписка жасаттырдық, айтып түсіндіріп. Бірақ әлде де 1700-ге жуық адам сол радикал топтарда тіркеліп тұр. Әлі тыңдап жүр оларды, әлі қарап жүр. Олардың материалдарын өздеріне бөлісу мүмкін. Сондықтан осындай жұмыстар біз жасай береміз. Бірақ өкінішке орай біздер көбіне қазіргі таңда кенже қалып келе жатырмыз.
біз уже яғни кемшін тұстарымыз да бар. Иә, бояу сіңіп болғаннан кейін алып жатырмыз. Қазір тиктокта көріп жатсыз, өте қара паранжа киіп, кәдімгі сондай кейіпте шығып жатқан жасөспірімдер уже пайда болып бастап жатыр. Бұлар осындай діни ағымдардың ықпалына түсіп, жаңа бастап, уже олар өздерін таратушы болып есептеледі уже үгіттеп жатыр. Басқа азаматтарды осындай теріс діни ықпалына түсу үшін осыған себепші болып жатыр. Осы тиктокта біз қазір қолға алу жұмыс бастадық, но бірақ әлі кемшіліктер бар. Елдің бәрі діни радикал топтарға кіріп кеткеннен кейін біз шығыңдар жүрміз. Ал олар құқық бұзушылық емес. Ал діни материал таратты, соның ішінен алып таратты ма, ол уже айыппұл төлейді. Түсінікті. Енді Әсет, соңғы сұрақ. Жалпы енді сіз уәкілетті органның өкілі ретінде маңғыстаулықтарға айтарыңыз бар ма? Жалпы неге шақырасыз? Енді жаңа айттық қой, дін өте бір нәзік тақырып. Оны түсіну де қиын, оған бір уақыт керек, оны екінің бір енді мына адасып, жаңа теріс жолға түсіп, жаңағыдай ел асып кетіп жатқандары, мысалға елге оралмай жатқандары, енді оны айта берсек. Қазір теріс діни бағытқа кеткен адамдарға дәл қазір бірден айтудың ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан мен бүткіл халыққа айтарымыз, діни мағлұмат керек па, адамға діни сіздің рухани бір азық керек болды ма, мешітке барыңыз. Болғаны. Немесе мешіттің парақшасына тіркеліңіз, алыңыз. Басқа ешбір адамның жеке тұлғаның, шетел азаматтардың уағызын қараудың қажеттілігі жоқ. Балаларыңыздыра, үйде қыздарыңыздыра Инстаграмда немен айналысып жатыр, қандай уағыз тыңдап жатыр, кімнің уағызын тыңдап жатыр, ата-ана өздері кішкене сараптап, саралау керек. Біз қазір Инстаграмда не істеп жатсың деп айтуға ұялады ата-аналар. Бұл дейсіз ба, ол деген баланы еркіндікке жіберу. Енді үйде мысалы бір уағыз қарап жатса, діни уағыз қарап жатса түсінікті ғой, тыңдайды ғой, естіледі, соны барып қадағалау керек, кімнен алып жатсыз. Мешіттің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының имамдары, ұстаздарынікі емес па, қажеттігі жоқ, одан да отписка жасап қойыңыз. Осындай қауіптің алдын алу керек ата-аналар, тұрғындардың өздері. Түсінікті. Әсет Сансызбайұлы, сізге көп рахмет. Келіп, уақыт тауып, хабарымызға қатысып, бірнеше нақты сұрақтарға тұшымды жауаптар бердіңіз. Енді сұрақ көп, барлығын бір хабарға сыйғызу мүмкін емес, бізге берілген уақытта шектеулі. Сондықтан мен ойлаймын, енді бұл біздің бірінші және соңғы кездесуіміз емес, алдағы уақытта осы хабар болмаса да басқа да хабарларда шығып, енді осы жұмыстарды міндетті түрде жалғастыра бересіздер. Енді жұмыстарыңызға жемісті болсын. Көп рахмет. Қадірлі телекөрермендер, осымен елге қызмет хабарының кезекті санын аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.